Міне мынандай свет бар. Бұны Қытайдан алдыртқанмын арнайы. Өзі күнмен зарядталып, өзі қосылады. Яғни әртүрлі регулировкасы бар. Міне мынандай сөніп қалатыны бар. Сөніп қосылатыны бар, и мынандай бар. Яғни адам келгенде қосылатын түрде бар. Енді біз сіздерге қазір міне жарық болды. Енді сіздерге қараңғы болса да түсірейін деп тұрмын. Яғни бұл жерде петуниямен күндіз өте ыстық, сол себептен дым істеп үлгере алмаймын. Міне көріп тұрсаңыздар мынандай горшок суда өсіп тұр. Негізі бір үлкен болса одан да өседі. Сіздермен бірге өсірген петуниям білесіздер ғой, иә, қарға өсірген. Жаңа тағы суып қалды қазір. Сол петуниялар міне барлықтары міне өсіп тұр. Өте әдемі. Мындай обычный 5 литр ыдысқа егіп қойдым. Негізі одан да көп болса өсе береді. Күннің ыстығы өте мықты, соншалықты күніне 2 рет суармасам барлығы солып қалады. Жаңағы суарғанның кішкене болса да күш жинап тұр, бірақ әлде де жапырақтар жаңағыдай не болып қалып тұр. Қалай айтсам болады, әлі жұмсақ, әлі толыққанды жаңағыдай не істемеген. Суды алмағанда, мына жерде көріп тұрсаңыздар, тоже петуния гүлі, шырай гүл деп айтады қазақша. Көбісі шырай гүл десе көбісі білмейді негізі. Петуния гүлі. Бұны деген жаңағыдай ұзын болып кеткесін, мен жаңа ете гүл деді ғой, сол себептен мен оны бәрі не істеп тастадым, кесіп. Мен бастап уже қайттан шығып жатыр. Яғни бұны кішкене болса да жасарттым. Бұның жапырағы жақсы. Енді сіздерге көрсетейін деп тұрғаным, петуния гүлін қалай жаңағыдай әдемі қылып, жаңағыдай қалай айтсам құлпыртып істеудің мақсатында сізге көрсетіп тұрмын. Көбісі мән бермейді, егеді де қояды. Бірақ та бұнда істеуді ұмытпаған жөн. Яғни петунияның көріп тұрсыздар, мынандай солып қалған гүлдері бар ғой, соны міндетті түрде қиып отырамыз. Қимасаңыздар, мысалы қиюға уақыт болмаса, обычно міне мынандай қылып жұлып тастасаңыздар да болады. Яғни ол не үшін керек? Егер де петунияны қимасаңыз гүлін, онда бүкіл күш осының қурауына кетіп, басқа гүл шықпай қалады. Сол себептен гүлдерін міндетті түрде қиып отырсаңыздар болады. Міне солып қалды. Ыстықтан өте тез солып қалады да. Міне осылай тек мына жеріне көріп тұрсыздар. Осылай барын қиып шығамыз. Келесті дәл солай мысалы. Жерде өсіп тұрғандарын да қазір көрсетемін. Жерде өсіп тұрғандарды міне осылай барлығын қиып тұрамыз. Тыңайтқыштарға келсек, бұл енді қиярға қарағанда бұған тыңайтқыштар кәдімгі білесіздер, аспирин бар ғой, аспирин. Сол аспириннің барлығына бір таблеткасын салып шықтым. Жаңағыдай қосымша жаңағыдай витамин ретінде, дәрумен ретінде тек аспирин салып шықтым. Және де бұның ішінде көң бар. Көң салдым. Басқа ештеңе жоқ. Жаңа аспирин салып шықтым. Так. Мына жерде міне уже доңғалақтарға егілген түрі. Бұл жерде так 2-ден 3-тен ектім. Топырағы аз енді барынша. Негізі мол қылып салған жақсы. Несейін суды қиғаннан кейін бір күн бұрын негізі тұрғызып қою керек. Бірақ та мен тұрғызбай сразу егіп тастаймын ғой. Сол себептен жаңағыдай топырағы басылып қалады. Сол қанша дегенмен бір күн бұрын кішкене әбден басылғанша күту керек. Мен бірақ шыдалмай егіп тастадым. Бірақ дегенмен де әйтеуір өсіп жатыр. Міне бұл жерде де дәл солай жаңағыдай ыдыстағыдай аласыздар да барлығын бүйтіп қиып тастасаңыздар, одан сайын құлпыра түсе береді. Мен барымша ерінбей осылай қиып отыруға тырысамын. Міне көріп тұрсаңыздар. Бәрі өзімнің тұқымым. Өте әдемі. Мына жерде де солай. Былтырлар доңғалақты бояйтын едік, биыл боямай тастадық. Осылай ерінбей барын қиып шығасыз. Міне қарасаңыздар, міне өте әдемі. Өзім ерекше жақсы көремін. Мыналар енді бастап енді күшке енді келіп жатыр. Бұл жер деген сазды жер, сол себептен арам шөп тез шығады. Сазды жер. Арам шөптер кеше ғана жұлдым, осы 2-3 күндіктен қайттан шығып кетті. Өте тез шығады. Бірақ та енді әйтеуір бәріне қалыспай жатыр. Және де сіздерге көрсетейін деп тұрамын. Лаванда гүлі.
иісі деген енді керемет, жаңа тұқымнан шығарған әрең өсіп жатыр енді барынша кіп кішкентай, міне жайлап жаңағыдай пушистый болып жатыр еді ғой, құлпырып жаңағыдай жайылып жатыр. Иісі деген енді күшті. Өзімше 6-ауын егіп едім, онымен төртеуін қасып тастапты. Екеуі ғана қалды, міне біреу, тағы біреу бар кішкентай. Барымша күтіп жүрмін, енді қыстан қалай шығады екен, енді көреміз. Так, петуния сіздерге түсінікті ғой деп ойлаймын, иә, қалай жаңағыдай үлкен қылып шағылып көрсету мақсатында, яғни қурап қалған нелерін, және гүлдерін міндетті түрде алып отырсаңыздар өте керемет. Жаңағыдай үйде аспириндер болса, соларды салып тастай берсеңіздер, дәрумен бұл жазбай құлпырып жатты солай.